Ең қарапайым тәсіл күніне бір түйір қалампырды шайнап жеу. Басқа да қолдану жолдары. Ұнтақ күйінде балмен, жылы сумен немесе шаймен бірге қабылдау. Буын ауырса, қалампыр майын ауырған жерге жағу. Капсула түрінде де ішуге болады, бірақ асқазанда жара немесе сезімталдық болса, абайлау керек. Пайдалану мөлшері. Жаңа бастағандарға күніне бір түйір жеткілікті. Ағза үйренген соң 2-3 түйір қабылдауға болады. Асқазанда аштығы байқалса, дозаны азайтқан дұрыс. Күн сайын бір-ақ түйір қалампыр ағзаны тазартып, ас қорыту мен бауырдың жұмысын жақсартады. Қабынуды азайтып, қан деңгейін реттеуге көмектеседі. Иммунитетті күшейтіп, жүрекке де қорған болады. Қарапайым болса да өте пайдалы әдет. Денсаулығыңызды қорғаңыз, бұл ең қымбат байлық. Көп көрермен доктор Берік арнасын жазылусыз көреді. Ал жазылу дәл